$103 почти жақсы плюс беріп тұр. Мен бір позициямды жабам деп шештім. Өте жаңағыдай агрессивный ашылды, яғни кофе, капучино, карамельмен и осылай. Барлығына сәлем. Бұл менің осы YouTube каналдағы алғашқы влог видеом. Мен осындай форматта видео түсіріп көрем бе деп шештім. Жалпы мен өзім туралы кішігірім айта кететін болсам, мен есімім Ажихан, жасым 23-те. Қазіргі таңда мен Астана қаласында жұмыс жасаймын, осында тұрамын, оқимын, и мен трейдингпен айналысам. Егер білетін адамдар болса, білмейтін адамдар үшін, мен трейдермін, мен обучение өткіземін, мен өзім сауда жасаймын. Сондықтан бүгін сіздермен осы трейдердің бір күні атты видеоблог түсірем деп шештім. Видеоға қош келдіңіздер. Мен қазір сағат 8:30, сағат 8-де тұрдым, жуынып шайынып алып, қазір уже жұмыс жаққа қарай бара жатырмын. Бірінші қазір әрине бүгін понедельник, рынокты кішігірім анализ жасап жіберіп, одан кейін завтрак ішіп алып, офисқа барып, уже дальше планеркалар, жаңағыдай осы өткен аптада не жасадық и алдағы аптада не жасаймыз дейтін сияқты кішігірім жиналыстар өтетін болады. Бүгін енді қазір мен кішігірім анализ жасап жіберейін. Менімен бірге анализді қарасаңыздар болады, и дальше біз завтрак ішуге баратын боламыз. Так, бүгін бізде алтын өте жаңағыдай агрессивный ашылды, яғни жоғары қарай бізде бағаны атықасын бұзып кетті. Енді жалпы мынандай жағдайларда не істей аламыз біз? Мынандай жағдайларда, конечно, өте абай болу керек. Не үшін? Себебі алтын, когда өзінің атықасын бұзған кезде всегда үлкен коррекциялар береді. Коррекцияға да дайын болуымыз керек. Но біз енді мынандай трендке қарсы коррекцияға жұмыс жасай алмаймыз. Сондықтан любой откат біз үшін сатып алуға мүмкіндік болады. Так, дневкаға қарайтын болсақ, бізде получается атқаны жаңартты, астында имбаланстармен жұмыс жасаған. Мен осы жерлерден айтқан, по идее, мынау біз үшін лонгқа кететін зоналар деп. Енді жалпы біз қазір не жасай аламыз? Бұл ситуацияда мен 1 сағаттық таймфреймдерге өтейін. 1 сағаттық таймфреймдерде любой откат, прям любой мына жерге имбаланс толтырды, по идее мына жерлерден тоже сатып алуға болады. Немесе астыңғы имбаланстарға келіп жатса, ол жерлерден сатып алуға болады. Скорее всего, бізде қазір уже франкфурттық сессиялар ашылған кезде рынок дальше өзінің трендін жалғастыруы мүмкін. Енді қараймыз ол ситуацияға да. Енді мына жерде жаңа бір ситуация болған сияқты, бізде кішігірім тренд линия бұзылған екен. Осы тренд линия бұзылған жерлерінен тоже кіріп алсақ болады. Мысалы бізде қазір осылай жүріп бұлай бұзатын болса, мына жер біз үшін точка входа деген сияқты. Енді прям өте мынандай ситуацияларда қиын, конечно, сауда жасаған, но откаттарды күту керек мына жерде. Мына жерде енді ойдың бәрі лонг, конечно, и откаттарды күтіп жұмыс жасау керек алтында. Енді евро-долларларға келетін болсақ, евро-доллар, по идее, мен кеше анализ жасап қойған бұлардың барлығына. Бұлар мен үшін шорт болып тұрған, евро-доллар. Не үшін астыңғы мына ликвидностьқа дейін мен алама деп ойлағам, себебі бізде қатты агрессивно құлап келе жатыр. Енді қарайтын болсақ, мына бүгінгі өсудің өзі үстіндегі ФВГ-ны толтырған екен. Бұл тоже біз үшін сигнал, то, что алда астына мына жерде ликвидность тасап кетті, кәдімгідей подсказка жасап, алдағы уақытта осыны шешеді. Ну, скорее всего, бұны бүгін шешіп тастайтын сияқты, себебі қазір менде разворотный модельдер, так, бүгін өте қиын енді. Бұны шешу үшін мынаны инвертировать ету керек. Осы жерден разворот алған кезде, осындай бір модельдермен шешпесек, қазір енді бізде үлкен жаңағыдай импульс, қазір коррекция дальше жалғасып та кетуі мүмкін. Оны тоже ескеруіміз керек. Бірақ біз дневнойда жай ғана имбалансты толтырдық. Бұл дегеніміз дальше біздің трендтің шортты екен, және цельдарымыз осы PDL астыңғы sell-side ликвидностьтар екенін білдіреді. Фунт тоже мен үшін кішігірім шорт болған, по идее, бірақ шортқа келмедік. Енді мына жерден көреміз, қазір неден разворот алып жатыр. Вот осындай точкалардан разворот алып, үстінен мына ПДХ-дан закреп беріп жатса, мен үшін лонгқа қарай ойының бәрі өзгереді деген сөз. Таңертең барлығы прям атып басталған екен. Сондықтан енді қазір кішкене Франкфурт сессияларына қарай қарайтын боламыз. Мен өзім жалпы дей трейдермін. Менің сауда жасау стилім көбіне сол сессиялармен, яғни европейский сессия и американский сессияларды күтетін боламын. Бүгін менде кішігірім осындай образ. Жалпы үстіне қызыл джемпер алғам. Сағат аксессуарды тақтым. Мен сағатсыз жүре алмайтын болып қалғам. И менде өзімнің сүйікті парфюмім, кәдімгі Oud Maracuja, если білетін адамдар болса, осы парфюмнен басқа парфюм сеп алмайды екен. Өзім үстіне прям
қалай айтсам болады, жеңіл тұрады, кәдімгі иісі стойкасы бір-екі күнге дейін сіңіп жатады. Осылай бір себеміз, ішке қарай бір себеміз. Сонда достар, қазір онда біз завтрак ішуге барамыз. Мен үйден осылай шығып кетемін и дальше влогты жаңағыдай кафеге жалғастыратын боламыз. Достар, енді қазір мен завтрак ішуге келдім. Үйдің жанындағы кофейняға келе салдым. Мен негізі завтрак іше бермеймін көбіне, себебі менің обедім мен завтрагым бір уақытта болып кетеді. Қазір мен не ішіп отқанымды көрсетейін. Жалпы кофемға келдім. Үйдің жанында рисовая каша, кофе капучино, карамельмен и осылай. Енді қазір бұйыртса завтрак ішіп алғаннан соң біз офисқа қарай жылжимыз. Мен негізі офистің жанында завтрак ішемін ба деп ойлағам, бірақ пробканың жоғарғы балынан мен кішкене үйдің жанынан іше салайын и офисқа қарай сразу жаңағыдай таксимен бара салып, сол жерден бүгін күнімізде жаңағыдай анализімізді, саудамызды бастап кететін боламыз. Пока енді маған ас болсын, сіздерге приятного просмотра. Достар, мен кофе бумнан шықтым. Қазір енді офисқа қарай жылжитын боламыз. Такси заказ беріп қойғам. Ендеше кеттік. Достар, сол қазір таксиден түсіп офисқа келдім. Мына боранның түрі жаман. Мен қазір өзіміздің офистің локациясын көрсетіп жіберейін, қай жерде орналасқанымызды. Получается, вот мынау бәйтерек. Міне осындай әдемі локацияда біздің офисіміз орналасқан. Қазір кірем. Но бір но болып тұр. Мына домофон что-то ашпай тұр мына есікті. Мына есікті ашпай тұр, басам, ашпайды, әшейінде ашатын еді. Қырсығып боран болған кезде бұл да осылай жасап тұр. Енді қазір маған айналып бару керек. Айналып барып көреміз. Может быть, сол жақтан кіріп қалармыз. Но енді калитка ашылмай тұр. Все, жалпы осындай. Қазір мен офисқа кіріп, офистің ішін көрсем. Осылай болып тұр, прям. Сезіп атсыздар ма, жерді? Вот, достар, офисқа кірдім, енді әрең дегенде. Жалпы кіре берсе бізде осындай офис. Қазір полностью тағы да бір түсіндіріп кетем. Мен жалпы офисқа мынандай аяқ киімімізбен кірмейміз. Осындай крокси бар менде. Прям жүн нәскилермен аяқты жылды ұстайды. Жұмысқа қазір осыларды киіп алып, киімді ілдіріп алып, офисқа обзор түсірем. Достар, қазір мен сіздерге офис тур көрсетем. Ешқандай как она есть, еш жер жинаған жоқпын. Қалай кірдім, солай. Сразу бізде осылай кіре бересіз. Жалпы офисіміз осындай 3 комнатадан тұрады, по идее. Осы жақтан көрсетейін. Жалпы кіреміз. Бізде осындай доска, осындай столдар. Мына жер енді білмеймін, кладовка ма, бірдеңе. Так, дальше жүретін болсақ, мынау бізде тамақ жейтін жеріміз. Кран, жаңағыдай холодильник, микроволновка. Мына жерден су әкеп қойыпты, вообще керемет, негізі осы жерден отырып. Енді мына жақта бізде бір комната бар. Бұл комната негізі отдел продажа болған, бірақ қазір уже отдел продажа көшіп кетті басқа жерге. Енді бізде уборный барлығы іште. Бұл как комната сияқты, өзің үйіңдегідей жүре бересің. Барлығы бар ішінде. Бізде уборный, вот осылайынан. И бұл жақтарда сол күніне бір рет уборка жасап, жинап кетіп тұрады. Енді дальше жүретін болсақ, бізде Так, мынау біздің комната, менің комнатам. Өзім көбіне басымда осы жерде отырам. Барлығы бар ішінде, вот осылай кішігірім. Қазір бұл жерді жарықты жағып, кішкене освещение берсек, әдемі болады негізі, вот осылайынан. Так, дальше кететін болсақ, мынау бізде общий зал болған негізі. Бірақ бұл жерде қазір отдел продажа отырады. Ана жерде менің компьютерім анализ жасап, қазір рынокты осы жақтан қарайтын боламыз. Дальше қазір менде біздің учениктармен созвон болады. Анализ жасаймыз. Мына жерде тағы да бір осындай комната бар. Вот жалпы осылай. Достар, мен қазір уже 10:30 болып қалды, сағат 10:30-да менде
оқушылармен созвон болады, рынокқа анализ жасап, может быть лайв торговляда жасап қалармыз. Сондықтан онда қазір лайв торговляда кездескенше. Қазір мен біздің оқушыларымызбен созвон жасаймын. Бізде адамдар кіріп жатыр Zoom-ға. Мен кеше 10:30 кезінде, жалпы әр апта басталған кезде таңертең тұрып, осы аптаға анализ, жалпы осы күнге анализ, может быть лайв сауда жасап қалармыз. Сондықтан мен бүгін қазір уже анализбен бастап, одан кейін общий біздің өзіміздің командалық созвонға қатысам. Егер позиция болып жатса, мен қазір сделкаға кіремін. Егер болмаса, мен сделкаға кірмеймін. Менде принцип сондай. Если көріп тұрсам, кіремін, көрмесем, менде бұрын кіру деген всегда болатын еді, точка входа күнде болсын, болмасын кіре салатын. Қазір ондай емес, уже менде более холодный разум, жаңағыдай өзім көріп тұрған кезде өзімді контролировать ете аламын деген сияқты. Вот. Жалпы қазір енді бірге қараймыз адамдармен, мен микрофонды қосып бастасам. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Жаңа апта басталды бізде. Мен қазір демонстрация экранын қосамын. Сонымен достар, мен жаңа командамен анализ бітірдім. Қазір енді өзім 2 позиция, 2-3 позицияға кірдім алтын бойынша. Бұл менде реал депозит, мені көріп тұрсыздар, маркет реал деп жазылып тұр. Позицияға кірдік, анализ жасадық. Қазір көреміз енді осы қалай болатынын. Лонгқа деп қарастырып отырмын. Так бізде қазір еще Франкфурт, Лондон ашылады, сол кезде тоже тағы да торговать етіп көреміз. Сосын достар, жаңа кабинет көрсеткен кезде көрсеттім, оны пустой кабинет. Осы жерге мен өзім кішкене установка жасап алдым, рабочий столымда. Себебі ан жақта бізде отдел продаж отырады, кейін мен осы жаққа өтейін деп шештім. Бір өзім енді осы комнатада отырам. Жалпы менде компьютерімді қойдым, ноутбугымды қойдым. Вот осындай контенттер жүргізу үшін барлық освещение бар. Вот осылайынан қазір позицияға кірген позициям тұр, жаңа общий барлығым созвонда кірген. Вот осылайынан мен өзіме кабинетте переустановка жасап алдым. Мына жақта, конечно, да, бүйтіп ашып қалсақ, бәйтерек у нас. PSX, вот осылайынан. Конечно, әдемі көрінбесе, вот осылай достар, менде қазір штатив жоқ, мен қолыммен қиналып түсіріп жатырмын, былайынан қиналып түсіріп жатырмын. Қазір енді бізде не болады? Қазір менде планерка болады, планерка общий командамен созвон. Одан кейін барып осы жұмысты бастаймыз адамдармен, жаңағыдай сұрақтарға жауап беріп, обучение осы аптаға барлық планды қойып алғаннан соң, обед жеп алып, қазір командадағы бір-екі адамдармен таныстырамын, олар енді офисқа келіп жатыр. И дальше бізде кешке қарай офлайн обучение болады. Может быть, мен барам, бармайым, көреміз. Пока что осы достар. Контент был с атлетом совместно, это вот по выкладке, получается, по новому каналу. Вот, короче, бізде басталды созвон. Вот, сөйлесіп отырып. Позиция пока өте керемет қазір. Сколько там лидов будем приносить? Осылай болып жатыр достар. Қазір созвоннан шығып, дальше көрсетіп. Для новой воронки по проб новой воронки именно и специально всех мероприятий, то есть на той неделе было сил какие-то моменты. Что срабатывает? Достар, мен $103 почти жақсы плюс беріп тұр. Мен бір позициямды жабам деп шештім. $48-50 мен бір позициям жабам. И бір позициямды мен ұстаймын без убытка. Яғни аламда стоп-лосс әкеп қоям. Жақсы апта басталып жатыр. Керемет. Астынан кірдік, үстінен шықтық. Вот осылайынан. Мына жерде бізде уже жалғасып жатыр планеркамыз. Достар, жаңа таңертеңгі ашылған сделкамды қарапайым анализ, просто таңертең тоже айтқан едім, любой мен үшін откат бұл сатып алатын лонгқа кіретін зона деп. Позициям біреуін жаптым, біреуі $57, осы мен жаба саламын. Не үшін жаптым? Потому что қараңыздаршы, мына движение бар ғой, өте әлсіз келе жатыр. Көрдіңіздер ғой, мына жерде өте әлсіз келе жатыр да, әлсіз. Бұл дегеніміз осылай келеді да, астына бір береді таналардың бәрі, мен соплы без убытка алып кеткеннен гөрі, мен осы жерден максимумдардан шешем деп шықтым. Мына жерден біреуіне шықтым, үлкен откат берді, мына жерден шықты, и осы максимумдан шықтым. Получается, менде қазір 3834-ке көбейді. Мне реал шот жаңа айтып өткенбей, историяны қарайтын болсақ, менде жаңа 48 және $59 мен жаптым, почти 60, $110 мен почти плюспен жауып шығып кеттім. Жақсы трейд болды, командамен кірдік, өте керемет. Логикасы өте қарапайым, дальше өсіп жатыр, ничего страшного, біз өзіміздің алатынымызды алдық. Менде қазір планерка жалғасып жатыр мына жерде, трейдқа кірдік адамдармен. Бізде бұл VIP каналға берілген эфир еді. Қазір енді мен өзіміздің
жалпы VIP емес, тағы да общий канал бар. Сол жаққа да кішігірім анализ жасап, бір-екі сигналдар беруге тырысам. Өте жақсы басталды апта. Қазір енді планеркалар бітеді, чаттарға жауап беріп жатырмыз. Қалай адамдармен дальше біз жұмыс жасайтынымызды, қалай жаңағыдай обучениеден кішігірім өзгертетін жерлер бар, соларды өзгертіп жасаймыз бұйыртса. Примерно сағат 1 болды, 2 сағаттан соң бізде обед болады, пока жұмыс жасаймыз 2 сағаттан соң кездескенше. Короче, достар, мен қазір енді обед алуға шықтым. Бірақ обед алмастан бұрын біз өткенде кілттер жасатқанбыз. Бұл кілттер в целом дұрыс болмай шыққан. Мен қазір соны барып осыны новыйдан жасап тұру керек. Бұл бізде Аружан, тоже куратор, бізден жұмыс жасайды. Қазір біз осы кілттер жасатып болған соң Галмартқа барамыз деп шештік. Галмарттан өзімізге бір тамақ таңдаймыз. Сол жерде тамақ таңдаймыз, Аружан не жейтін сол жерде көреміз. Так, достар, мен Галмарттан не алдым? Мен алдым плов алдым, қазір жеуге. Где-то 400 грамм, 1200 теңге шықты. И 2 нан алдым өзіме, кішкенте. Бір адамға жететін бір нан. И офистағы балаларға куриные палочки заказ берді біреуі. И бурек. Вот осылай. Менде мына жақта Аружан. Аружан, сен не алдың? Мен шоколадный капкейк, потом плазма и кола. Все. Біз болды, короче. Ол достар, маған ас болсын. Менде қазір жаңа айтқандай плов с курицей, сок, грацио, гранатовый, нан, кішкене от осылайнан. Қазір осын жеп аламыз. Жалпы мына жақта рис, куриный палочкамен, мына жақта бізде лагман. От осылайнан бізде қазір обед, достар. Тағы не айтамыз? Не айтуға болады негізі влогта? Ештеңе айтпаймыз ба? В целом офисті көрсеттім бәрін. Шо, сен бөрек алдың, ма? Баяғыда Астаналықта жейтін ек. Иногда кипиш, иногда так хавают, Иә. иногда торгуют лимит. Утром закрыли в плюс сделку, заработали $107. Что еще сказать? Все, болды. Қарапайым обед қондай, ресторан анау-мынау емес. Осыны жерде отырып, обедімізді жеп аламыз. Так, басқа не айтамыз? Менде в целом бүгін күн почти бітейін деп жатыр, яғни рабочий күн. Менде плюс-минус күнде осылай өтеді. Конечно, мен бұрын кітап оқитын едім, мен бұрын жаңағыдай пайдалы заттар жасайтын едім спортпен. Қазіргі таңда мен фитнес залға бармаймын. Джимға мен алдағы уақытта фитнесқа бассейнді қосып, жаңағыдай бір курстарға барсам ба деген тоже ой болып тұр алдағы уақытта, чтобы кішкене болсын уақытымды тағы да пайдалы жасауға, потому что мен жұмыста істеймін. Мен бұл жұмысты более былай жеңілдетіп алсам болады да, яғни графикті өзім қолымда, яғни мен бір система қойып алсам, бұл жерде мен графигім жеңілдеп, мен қалған жерлерге де қолым босай алады. Сондықтан мен алдағы уақытта жүзуге барғым келіп отыр, мен джимға барғым келіп отыр. Так. Менде жақсы жұмыс күні өтті, себебі жасадық жаңағыдай плюс сделкалар жасадық. Осы жылға негізі пландар көп. Мен в целом өзім шетелге барып тұрып қайтқым келіп жатыр. Вот осылайнан. И менде осы жылға тағы пландардан 20 кітап как минимум оқып тұру керек, 50 подкаст көру керек деген сияқты осындай пландарда тұр. Мен оны, конечно, жаңа көрдім. Яғни үзіліс кездеріне мен қараймын, оларды тоже мен қазір қолым болса да кішкене қараймын. И в целом менде осылай өтіп жатыр. Мен офлайнға бармайтын болдым. Офлайн обучение жаңа бізде қазір өтіп жатыр. Оған мен бармасам да болады екен. Таңертең бір рет қана сделка аштым, сонымен бұны жауып тастадым. Достар, егер прям алдағы уақытта мен не только былай өмірім, мен в целом қызықты контенттер жасағым келіп жатыр. Трейдинг бойынша, обучение бойынша болсын. Сондықтан максимально мына каналды қолдап кетіңіздер. Мен өзім монтировать етіп, негізі мен кішкене творческий жағына да қызығам. Себебі кішкентай кезімде мен өзім ұйымдастыруды бастауыш болған өте жаңағыдай мероприятияларда. Сондықтан мен осындай творческий жағына да кішкене қызығам. Өзім монтаж жасаймын, скорее всего, мына видеоны, потому что мен
влог түсірген жақсы, влог түсіргім келетін еді, то есть мынау менің алғашқы влогым болады осы мен осы каналдағы. Сондықтан сіздерден максимально қолдау күтемін, лайк, комментарий бассаңыздар, уже оның поддержкада мен кішкене мотивация ойнайды, и тем более видеоның рекқа шығып кетуіне де. Себебі мен ойлаймын, мына видео более качественно шықты, өте керемет шықты деп. И дальше помимо этого, достар, мен телеграм-каналыма тіркеліп қойсаңдар да болады. Ол жерде мен күнделікті жаңағыдай өзім ойларымды, анализдерімді бөлісіп отыратын боламын. Егер шынымен трейдингтен ақша тапқыларың келсе, менің телеграм-каналыма өтсеңдер болады. Все, онда пока қазір үйге қайтатын кезде жолдарды түсіруім мүмкін. Пока что менде мысалы қызық болып жатқан жоқ. Осы жерде отырып, жұмыс жасап, жаңағыдай ответ беріп, графикке қарап, графикте де в целом қызық ештеңе болып жатқан жоқ. Скорее всего, мен қазір бір подкаст па бірдеңе тыңдайтын сияқтымын. Қараңыздаршы, әдемі. Осындай бізде көрініс. Прям бәйтерек мына жақ. Вот, достар, жалпы мен офистан шықтым, енді жаңа такси заказ беріп қойдым, қазір такси келді. Ой, мына жел әлі басылмаған, бірақ мынандай красота енді ше, сөз жоқ, прям дәл ортасында осындай красота. Қазір енді сол жұмыс күнді аяқтап таксиға бара жатырмын. Үйге қайтам, әлі кешкі ас ішпедім. Қазір ужин жеп алу керек, сөйтіп кешке жалпы кішкене телефон қарап, кино қарап па, ұйықтайтын сияқтымын. Все, мен қолым қатып қалды то. Короче, мен тағамға келдім и өзіме рис алдым. И 2 компот, как обычно, соус и 2 нан болды. Ужинға бұл жетеді бізге. Все, осымен қазір мен тағамда тамақ жеп болған соң уже үйге барып влогымды аяқтайтын боламын. Осымен, достар, бүгінгі біздегі влог аяқталды. Осылайынан өтті. Мен бір күнім күнделікті осындай циклда, осындай форматта өтеді десем де болады. Негізі бұл бір рандомный күнді таңдап алдым. Мен бір жерлерге барған жоқпын. Негізі бір кейбір кездерде бір әдем жерлерге барып қалам, қыдырам деген сияқты. Бүгін мен обычно өзімнің бір күндік жұмысымды көрсеттім. Менде осылайынан өтеді. Кешке үйге келем, осылай жатам, демалам деген сияқты жұмыс. Енді прям физически ауыр емес, бірақ өзіме ұнайтын жұмыс. Барып отырам, торговать етем деген сияқты. Өз-өзіме жұмыс жасаймын, вот осылайынан, достар. Так, алдағы уақытта енді сонымен тағы да видеолары түсіремін. Жаңағыдай влог, лайв форматта, кәдімгідей өмірімді көрсетіп деген сияқты, жұмысымды көрсетіп, трейдингті көрсетіп, сондықтан, достар, енді сіздерден максимальный поддержка күтем. Прям лайк, комментарий бассаңыздар, уже менің каналым тіріліп бастайды, былайша айтқанда, жаңағыдай новыйдан подписчиктер келеді деген сияқты, новый аудитория, ол уже саған күш береді ғой, дальше түсіре беруге. Блин, сен ананы бар ғой, мысалы видеоларды монтаждағанның өзіме ертең монтаждаймын, оны салам, уже андай сен бірдеңе күтіп тұрасың да, оны салғаннан кейін ше, монтаждағаннан соң. Вот солайынан, достар, сондықтан сіздерден максимальный поддержка, енді рахмет. Жалпы өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Менің телеграм каналым бар, соған тіркеліп кетіңіздер, достар. Инстаграм бар, оған тіркелсеңіздер де болады. Сіздермен болған Ажихан, обычный Астанадағы 23 жасар трейдер. Все, достар, сау болыңыздар.